Себебі 11-ші сыныптардың оқу тапсырулары, оқу сауаттылықтарын жатқан тұстары, оқу сауаттылығын жаңағы толық меңгермегендігі үлкен мәселе қозғалып жатыр. Осыған байланысты оқу сауаттылығын не себепті алды? Бұл оқу сауаттылығына неме жалпы білім бағдарламасында не үшін келді деген сұрақтарға қазір үш жерде жауап іздейміз. Және біздің жаңағы әріптестеріміз сіздермен тәжірибе алмаса отырып, соның қыр-сырын жаңағы үйретуге тырысады деп ойлаймын. Жалпы енді өздеріңізге білгендеріңіз бар. Содан барлығын жобалап, біз 11-ші сыныптарға өздеріңіз байқап жүрсіздер, бітіруші сыныптарға осы білім бағдарламасына көшкелі қарайғы емтихан тапсырмалары да, жалпы ұбт-дағы сұрақтардың жауаптары да барлығы осы дағдылар бойынша келіп жатыр. Осы дағдыларды, яғни жаңартылған білім дағдысы бойынша қазақ тілі және әдебиеттегі берілетін дағдылардың жүйелі жолға қойылмағандығынан болу керек. Біздің оқушыларымыз оқу сауаттылығынан әлде де бұл жағдайда жаңағы тосылып жатыр десек болады. Енді біз тақырыбымызды жалпы оқу сауаттылығы білім сапасын жетілдірудің негізгі бағыты. Бұл жердегі негізгі бағыт оқу сауаттылығы сол білім сапасын жетілдірудің ең басты көрсеткіші болғалы. Сол себептен бұл жердегі енді негізгі мақсаты білім сапасын жетілдіруде оқу сауаттылығын қалыптастырудың тиімді жолдарын ұсыну. Бұл тақырып менің тақырыбымда ғана емес, жалпы әріптестерімнің барлығының жаңағы тақырыбы ретінде қамтылып отыр мақсат. Тиімді қандай жолдар ұсынылады сіздерге? Оның жаңағы қандай әдіс-тәсілдерін үйренеміз деген мақсат. Енді осы функционалдық сауаттылықтан шығып отыр ғой бұл бізге. Сол себептен келесіне ауыстырсақ, бізде енді бәріміздің алдымыздағы бір мақсат, өздеріңіз көріп отырсыздар, білімді тұлғаны дамыту үшін, содан кейін сапалы білім беру үшін, болашаққа нық қадам басу үшін үлкен мақсат қойып, бір мүддеге жету. Біздің негізгі мақсатымыз. Ол үшін барлығымыз яғни бірігіп жұмыс істеп, атқарғанда ғана ол бізбен сіздің қолыңыздан келеді деп ойлаймын. Ал енді осы орайда мен мынадай мәселені қойғым келіп отыр. Функционалдық сауаттылық мектеп бағдарламасына не үшін енгізілді деген сұраққа сіздердің қандай ойларыңыз бар? Не себептен енгізілді? Осы біз білім берудің жаңартылған бағдарламасына неге көштік? Ондағы мақсатымыз не еді? Ал енді одан кейінгі өзі неден тұрады? Ол оқу сауаттылығына қатысты ма деген мәселелерді зерделеуге көп нәрсе. Ал енді келесіне қарап отырсаңыздар, мына жердегі өзі жазып отыр, жалпы оқушылардың функционалдық сауаттылығында біз нені үйретеміз балаға? Ол қандай тұлға болып қалыптасып шығады деген сұрақтарға. Оның өзін жаңа айтып өттік, жай сауаттылық дегенімізді біз бұрынғы жаңағы қалыптасқан бағдарламамыз оқушыға оқу мәтінін түсіндіретінімізді қоятынбыз. Ал енді біздегі функционалдық сауаттылыққа өздеріңіз қарап отырсаңыз, алған білімін ол қоғамдық ортада пайдалана отырып, және соны жаңағы қажеттілігі үшін жүзеге асырады. Сонда ғана функционалдық сауаттылық тұлға қалыптасады деп ойлаймыз. Сол себептен функционалдық сауаттылық кезінде тұлғаның жалпы ептілігі, негізгі дағдысы, білім деңгейі көрсетеді. Енді сіздің атқаратын қызметіңіз оқу сауаттылығы. Сыныптардағы берілетін оқу сауаттылығы, сауаттылық дегеннің өзінен өздеріңіз байқап отырған шығарсыздар. Бала сауатты болған кезде ғана басқа білім салаларын меңгере алады. Енді оқу сауаттылығы бойынша оқу сауаттылығы өздеріңіз қарап отырсыздар, оқу сауаттылығы 3 қадамнан тұрады. Біріншісі оқылған мәтінді түсінуі, одан кейін екіншісі сол жаңағы мәтінді түсінгеннен кейін біз оны топта жұппен жұмыс жасаймыз, бір-біріне сұрақ қойғызамыз. Осы кезде олар оны қолданады.
түсінген мәтінін енді қолданады. Соған сұрақ құрастырады, және ол сұрақты бір-бірінен қарым-қатынас жасау арқылы алады. Және осы қарым-қатынас жасау арқылы алады да үшіншісінде сол өзінің көрсеткіштерін қойған сұрақтарын бір-біріне саралайды, синтез жасайды. Мен мына сұрақты қоюға болар екен ғой, мен неге бұл жерде қарапайым ғана сұрақ қойдым, мына бір күрделі сұрақты да қоюға болар екен ғой деп бір-біріне осы жерде олар ой тастайды. Осы арқылы адамның жалпы сыни тұрғыдан ойлауы қалыптаса бастайды. Келесі жолғы сабақтарда да дәл осындай әдістер қолданылған кезде мен қандай сұрақ қоямын және оған қалай жауап беремін деген мәселе. Оның өзі қазір оқу бағдарламасында байқап жүрсеңіздер, балалардың өзі сабақтың барысында берілген мәтіндерді қарап отырып, бір-бірінен мәлімет алады да екіншісіне баға береді. Және тағы бір екіншісінің жұмысының саралайды. Келесі маусымшы. Ал енді оқу сауаттылығы дегеніміз жалпы білім алып қана қоймайды, ол жерде оқушының жаңағы мәтінді айқындауымен ерекшеленеді. Жалпы оның мазмұнына да, мәніне де көңіл бөледі. Одан кейінгі кезеңдерде осыны ала отырып олар соңына келген уақытта бірінші тұжырымдайды, одан кейін оны өмірлік жағдаяттарда қалай қолданамын деп саралайды. Одан кейінгі кезеңдерде қолдана білген жұмысын өзі баға беріп, өзіне өзі және қасындағы оқушыға баға береді. Келесі маусымшы. Соның қорытындылай келген уақытта балалардың жалпы ой толғауы, білім игерудегі әдіс-тәсілдері және сол қолданған әдіс-тәсілдерді ортаға қалай бейімделеді. Кейбір оқушылар көбіне топпен жұмыс жасағанда, жүппен жұмыс жасағанда негізгі ерекшеліктері ашылып жатады. Жай ғана оқушының орнынан тұрғызып, ол сұрақ қойып сұрай салғаннан гөрі, көбіне жүппен, топпен жұмыс жасаған кезде өзінің қаншалықты деңгейдегі білім біліктілігі бар екендігін өзі саралап жатыр. Бағалау дегеніміз осы. Ал енді оқу сауаттылығының негізгі бағдарына бізде мынау өздеріңіз білесіздер, қазақ тілі сабақтарында тыңдалым және айтылым, сосын оқылым және жазылым дағдылары арқылы жүзеге асады. Ал енді әдебиет сабағында ол түсіну және жауап беру, анализ және интерпретация, сосын бағалау және салыстыру бөлімдері бойынша жүзеге асады. Енді осы дағдыларды біздің білім беру бағдарламасында осы дағдыларды негізге ала отырып, дайын оқу мақсаттарын ұсынамыз. Біз қазір дәл осы оқу мақсаттарын негізге ала отырып сабақ өтіп жүрміз бе? Сұраққа жауап іздеуіміз керек. Біз әлде де байқап отырсақ, көп жерлерде жаңағы енді семинарларға, тағы сияқты жұмыстарға барып жүрген уақытта көбіне қарапайым сабақтарда оқу мақсаты өзінің жайына қалады. Сабақтың барысында біз әр тақырыпты сол тыңдалымның өзінің дағдысы бойынша, немесе жазылымның өзінің дағдысы бойынша, немесе айтылымның өзінің дағдысы бойынша соның бөлімдерін пайдалана отырып, көп жағдайда жұмыс жасау әлі де ақсап тұрмыз. Сол себептен оқушылардың оқу сауаттылығын әлі жаңағы толық меңгермегендігін өзімізше жаңағы жобалады. Енді қарап отырсақ, бұл жерде әрқайсысының өзінде 4-5 ең кем 6-7 бөлімшелер. Осы бөлімшелер бойынша жұмыс жасалды. Ал одан кейінгі 4-ші сат оқу мақсаттарының реті. Екінші дегенімізде қарап отырсақ, мына жерде мысалы 7-ші сынып, одан кейін 2-ші болатынса, 2-ші бізде тыңдалымның ең бірінші бөлімшесі. Қарап отырсақ, 2-де 1 деп болады. Тыңдалымның бірінші бөлімшесі. Қандай еді айтып көріңіздер, шешсеңізге түсір. Яғни бұл сұрақ білімді тұлғаға қол жеткіземіз. Келесінің өткіші. Білім сапасын жетілдіру мақсатында оқу сауаттылығы бойынша оқыту мақсаттарын негізге ала отырған кезде ғана жүйелі білімге қол жеткіземіз. Ал одан кейін бұл жерде ең бірінші қызмет атқаратын, оны жүйелі білім беру үшін, дамыған тұлғаны қалыптастыру үшін бірінші қызметті ұстаз атқарады. Яғни ұстаз дәрістерді сабақ беруден өзгертіп, ол өзінің сабақтарын кәдімгі біздің қоғамға жаңартылған білімге бағытталған процестермен ұйымдастыру керек. Енді келесіне ауысыршы. Сонымен осылардың барлығы қалыптасқан кезде ғана біз кімге қол жеткіземіз? Қандай тұлғаға қол жеткіземіз?
функционалды сауатты тұлға дегеніміз не? Ол тұлғаның қолынан не келеді? Тұлға дегеніміз біздің алдымыздағы әрқайсымыздың алдымызда отырған балалар деп есептейміз. Қоғамда ертең олар бізбен бірдей жаңағы кәдімгі тұлға болып жұмыс жасайды. Қазір өздеріңізде қоғамда қайтып отырсақ, өздеріңіз бітірген оқушыларымыз өз мектептерімізде қайтадан мұғалімдер болып келіп жатыр. Енді әлеуметтік мәдени ортада белсене араласу, белсене араласқанда экономикалық жағынан да, технологиялық жағынан да, ақпараттық жағынан да, коммуникативтік жағынан да бұлар барлық жағын біліп шығу керек. Бізде оқу мақсаттарында нағыз осылардың барлығы қамтылған. Одан кейін қазіргі кезең бізде жаһандану дәуірі болғандықтан біздің мамандығымыз қажет па деген сұрақты қояды көп адамдар. Қоғамның дамуына ғана ақпарат ала отырып, өзінің мамандығының болашақта қажет емес, оның орнын жаңағы роботтар басатындығында біліп қорқынышта жүреді. Ал енді осы тұлғалар жарты жолдан мамандығын тоқтайды деп дағдарысқа түспеу керек қой. Ары қарай білім алу керек. Біздің қоғамымызда ақпараттық жаңағы жүйе бойынша қандай мамандықтар қажет? Мен жаңағы жастың пенсияға немесе зейнет жасына 10 жыл ғана уақытым қалды. Менің мамандығым жабылып мен одан ары қарай не істеймін деген сияқты сұрақты іздеу үшін олардан жасына қарамай үнемі білімді жетілдіріп отыру керек. Және соны сыртқы ортаға қарай бейімдей отырып, кез келген уақытта басқа мамандықты игеруден қорықпау керек. Бұл жөнінде жалпы әлемдік деңгейде зерттеу жүргізген уақытта, соның ішінде мына Америка кез келген уақытта пенсияға жаңағы зейнет жасына 2 жыл қалса да басқа мамандық алудан қорықпаймын деп зерттеу жұмыстарын жүргізген уақытта 70% солай жауап береді. Ал біздің Қазақстанымыз оның жалпы 20%-ын қамтыған. 70%-ның 20%-ның арасында үлкен айырмашылық бар. Зерттеу жасаған кезде өз мамандығын ауыстыруға көп адамның жағдайы. Әсіресе соның ішінде Қазақстанның бізбен тағы бірнеше мемлекеттер солардың жаңа мамандықтарға өтуге кезінде дағдарысқа түсіп, көп жағдайда жаңағы қосылып жатқан келесі мамандықты игеруге бейім емес екендігі байқалды. Жалпы бұл функционалдық сауаттылықтың өзі бізде 60-шы жылдарда келді. ЮНЕСКО құжаттарында келген уақытта одан кейінгі кезеңде де зерттеле келіп, біздің елімізде ол 2009 жылы PISA бағдарламасы болды. Естеріңізде болатын болса, PISA-ға қатысқан біраз бағдарламаны. Сол кезде біздің жаңағы Қазақстан сол PISA бағдарламасының зерттеу жұмыстары бойынша 5% жүргізуші. Ал енді